білмесің, кеудеде соққан анаңның жүрегісің. Көктегі күнім қызғалдақ гүлім ау, өмірімнің өлшеусіз бағы екеніңді өзің ой білемісің. Шолпаны менің таңымның, раушаны игран бағымның, аяулы қызым саясы менің ой жанымның. Жаралған мөлдір сезімнен айналдым сенің көзіңнен, асықпын күнге сырласатұғын ой өзіңмен. Жаратқан сенің жаныңдай асыл етсін, әрдайым өмір жолыңда ашық етсін. Жанымен мен деп әнімен тербеген ата-анаңа қуанышыңды көруді ғана йоу нәсіп етсін. Шолпаны менің таңымның, раушаны иран бағымның, аяулы қызым саясы менің ой жанымның. Жаралған мөлдір сезіммен айналдым сенің көзіңнен, асықпын күнде сырласатұғын ой өзіңмен. Асықпын күнде сырласатұғын ой өзіңмен. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, ардақты ағайын, мінекей сіздерге арнап тамаша әнін орындаған қазақтың сүйікті әншісі, өздеріңіздің сүйікті қыздарыңыз Қарақат Әбілдина және кішкентай бөбектермен, арулармен келді. Жанында мінекей өнердегі серігі, қазақтың сүйікті өнерпазы Қыдырәлі Болманов. Қош келдіңіздер. Жайғасыңыздар төрге. Сіздер жайғаса беріңіздер, біз көрерменмен амандасып алайық. Жақсы. Аялы қайда? Алёка. Ардақты ағайын, құрметті көрермен, сәлем сөздің анасы дейді ғой. Ассалаумағалейкум, жағдайларыңыз жақсы деп ойлаймыз. Күнтізбеде сәрсенбінің сәтті күні, тікелей эфирде мың бір түн. Иә, сіздерге қызмет ететін әдеттегідей мен Әйгерім Сейфолла, әріптесім Нартай Аралбайұлы, сондай-ақ әдемі көңіл күй сыйлайтын біздің Беверли Бенд. Мың бір түнде қонақта жұлдызды жұп Қыдырәлі мен Қарақат. Құрметті көрермен, ардақты ағайын, мың бір түн өз жұмысын бастайды. Енді қазір сіздердің шығармашылықтарыңыз туралы сөйлесейік деп отырмыз. Қызыма деген әніңіз, тұтас бір енді өзі болады, бір әндері болады. Ел халық сүйіп тыңдайды, оның уақыты да өтпейді, белгілі бір аудиториясын тапқан. Өз менің де қызым бар. Осы қызым қасымда болған кезде сіздің әніңізді қосып қоямын, тыңдаймын. Арнайы кештерге шақыратындар бар ма, Қарақат? Тек осы әнді орындаңызшы, өтініш деп. Иә, көбіне тұсаукесер тойларда, кішкентай осы қыз құлыншақтардың тойына осы әнмен алып шықсаңыз, осы әнмен тұсауын кескен кезде осы әнді орындасаңыз деп жатады. Ал енді бұл әнді маған арнайы жазды. 4 жылдан кейін аңсап, армандап, аяламыз өмірге келген кезде. Мені қолған атыңыз. Анау айтады ғой, ұлы мен қызды тәрбиелеген кезде ертең есікті ашатын осы қыз болады деп, иә? Сол ән Жанар Қожағазина, Гүлзина Нұрманова деген авторлардың әні. Мені аяла қазір 5 болса, 5 жыл бойы көптеген сәбилердің қуанышында орындалып келеді. Ботақандар жақсы тыңдайды бұл әнді? Ұнайды, бірден есінде, құлағымда, бірден міне осындай құлыншағымыз бар, асырайды бізді осылай. Кәдімінде я қолқанат дейсіз ғой. Енді Қарақат таяуда ғана тәп-тәтті видеолары жарияланып тұрады. Аяланың парақшасында байқап отырамыз. Өте көп оқырманы бар, бізден көп оқырманы және мынау лайктары жазылатын пікірлер өте көп. Қазір Айзада белсенді болып жүр парақшада. Жайлап бастап жатыр. Сіздің анау бүкіл косметиканы жағып қойып үстінде боянып отырған видеосы салынып еді ғой таяуда. Мінекей ән бастап кеттік, Әйгерім. Жалпы
сіздердің бағдарламаңызда бізде тұсаукесер алғаш рет эксклюзив. Вау. Біздің Айзада бұған дейін ешқандай бағдарламаға шықпаған. Бүгін бірінші сұхбатқа осындай бағдарламаға келуі. шығатын секілді қараңызшы. Иә, мінекей соны сезініп тұр. Құлыншақ сіздердің мына аурасы ғой, студияның бір керемет. Қарағат ханым, енді қазақта тіл көз деген бар. Қорықпайсыз ба? Сол тіл көз дегеннен ана көрдіңіз бе әдемі шашақтарын, тағын Қолда шақтарын білезіктерін кигізіп көрдің бе? Қолында. Қолында күмістен білезігі бар. Иә. Тіл көз тасқа дейміз. Енді бұл Айзада қалсын ба, иә, әпкесі жарқырап ел алдында жүр жаңағыдай. Айтқандай аяла келе алмады, себебі мектепке даярлыққа барамыз, ерте тұрамыз, кәдімгідей мектепке дайындалып жүрген жайымыз бар. Сондықтан да бізде режим, былайша айтқанда, ұйықтап жатыр. Жақсы. Ұйықтап жатып бізге сәлем жолдады сіздерге. Сіздердің таяуда ғана жаңа әндеріңіз шықты, тіпті клипін Түркияға барып түсіріп келдіңіздер, иә? Неге Түркияны таңдадыңыздар? Ау, bu тоқын. Қазір жалпы клипті көп түсірмей жүр ғой? Негізгі мақсатымыз ол Айнұр қарындасымыздың, Айнұр ақынның тойына бару болатын. Болса да барғасын енді сол Стамбулдан бір 2-3 күн ішінде үлгіріп түсіріп кетеміз. Ертерек хабарласып, шешіп, келісіп, өмірімізде бірінші рет таңертең сағат таңғы 8-де камераның алдында жұмыс істедік, мысалы. Кешке дейін үзбей. Бірақ күнде дейсің ғой түсірген. Иә, бірақ Режиссерлар Түркиядан болды ма? Өзіміздің мамандар болды ма? бұл жерде бір особо бір режиссері болған жоқ, өзіміз ақылдастық, бір күн бұрын, бір-екі күн бұрын келістік, қарадық, жобалар, мынандай бірдеңе дегендерін жобаладық енді. Сюжет жоқ қой бұл жерде алып баратқан. Ең бастысы әннің сөздері әдеттегідей әдемі, мағыналы. Кейде әнді клип алып шығады. Кейде клипті ән алып шығады. Бұл жолы ән алып шықты ма? Бұл жерінде ән, Қаншама тәжірибеңіз бар, сіз ішіңіз білу керек қой енді. ән ғой, әрине. Жас авторлар жазды, термин бар, ән жүрегін жылытады, яғни орысша грейт деп айтады. Мына ән грейт или не грейт деген сияқты. Бұл ән бірденнен жүрегімізге жылы жата қалды, өте жылы, позитивті бір айғайламаған, бірақ соның ішінде тола, ниетке тола, жақсы, өте бір жақсы жата қалды бұлай кейімізде. Тез жазылып, тез түсіріліп деген сияқты. Авторлар өздері ұсынды ма, әлде тапсырыспен жазылды ма? Авторлар ұсынды, жақсы адамдарым алғыс, көптеген әндерді жазып жүрген жас талантты композитор Жарасқан Төлебайдың әні. Сөзін жазған Әбділда деген тегі бар. Атын дәл қазір есіме түсіре алмай тұрмын, айтып кетсеңіз. Жастар, осындай талантты жастар, қызылордалықтар, сыр елі, жыр еліне сәлем. Бірнеше әніміз қоржынымызда сондай бір әдемі шығармашылық бірлестіктеміз. Тандем жасадыңыз. Бірден тыңдадық, бірден ұнаттық. Сөзіне мән берсеңіз, сөзіне көп мән береміз жалпы әннің. Сөз әдемі. Иә. Бәрекелді. Ішінде арыстаным деген сөз. Арыстаным да бар. Ешкіммен еш сәт жарыспадым, себебі сізбен ғарыштамын. Қасымда әркез болсаң болды, арқа сүйейтін арыстаным. Бүгінгі күндегі біздің күйіміз, сезіміміз дәл бізге арналып жазылғандай. Сіздің Кінәлі Мырзаға деген сыйластығыңыз, махаббатыңыз көптеген қыз келіншектерге, қазақтың аруларына үлгі. Ол рас. Енді жақында сіздің отбасында баршаңызға ортақ үлкен қуаныш болды. Кінәлі Мырзаны тікелей байланысқа қосып өзіміз құттықтадық, марапат алдыңыз. Ой, рахмет. Иә, мемлекеттік марапат, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері. Жалпы бұл марапат көптен күткен марапат па? Тосыннан келді ме? Өйткені сіздің жазбаңызды көрдік қой. Мен ешкімнен сұраған жоқпын, тілеген жоқпын, өздері хабарласты, табыстады дедіңіз. Тілегенде әрине әр адам бір жұмыстар жасаған кезде өз басына ниеттенеді. Ол ұлтың үшін бе, әлде ол таза коммерция үшін бе, таза бизнес үшін бе? Өйткені ұлттық дүниелер, олар көбіне коммерциялық бола алмайды. Иә. Ал оны коммерциялыққа айналдыру өте қиын процесс. Ол Ұлытау тобы мысалға, мәселенге. Ұлытау тобы 2,5 жыл отырып, 2,5 жыл. Жаным. Мінекей. Иә, өзінің туғандарын, жақындарын танып па. 2,5 жыл жасалған дүние мысалға. Сондықтан бұл жерде де ең маңыздысы әйтеуір бір болады ғой енді, әкеңнің алдында, анаңның алдында бір жасап, бір жүрегің қуантсам, шіркін-ай, ұлтымның алдында бір ең қазір қауіп төніп тұрған не нәрсе, мынау ол заманда мен оны жақсы сездім. Ол кезде пейджер деген болатын, сотуы жоқ. Бірақ мына интернеттің қарыштап дамуы, анау мынаудың барлығы қалай мына жақтан бір үлкен бір тұманды нәрселер көп-ақ болып
ең көп бүкіл әлемге жайылатын нәрсе келе жатқанын пайымдадық қой бәріміз де оны. Шағырығым ол. Сол кезде жанталасын не істейміз? Ең бірінші дүние ол егерде біздің дәстүрлі домбырамыз, күйіміз, сыбызғымыз, қобызымыз бәрі тек дәстүрлі қалпында қалып кететін болса, ол уақыт өткен сайын кішірейіп, уақыт өткен сайын азайып, жоғалып кетудің қаупі туып тұрады да. Сол еңбектің лайықты марапаты ғой бұл. Иә, айтпағым бұл жерде ең басы. Соның ішінен домбырамызды мына көзден кетірмей, көңілден кетірмей, көзден кетірмей үшін жастардың құлағына стадион арқылы жеткізу үшін, шоу-бизнесті пайдалану үшін осыны жасап шығарып, біз домбырамызды әйтеуір кең таратып жіберуге барымыз салдық. Бірақ мен оны өзің айтпақша бір орден алайын ертең или Марапат алайын деп емес. Беремін. Дегенмен, Қыдырәлі мырза, екінің бірі кеше шыққандар алып жатты ғой. Сізге бұл атақ шынымен кеш жетті ме? Қарақат, сіз өзіңіз де жазған болатынсыз, иә? Қай уақытта шамамен берілу керек еді Қыдекеге бұл атақ? Оны мен айта алмаймын, мен жазбамда жаздым. Біздің мемлекетіміз нағыз еңбегі сіңгеннен кейін осы атақты беретін болып шешкен ау. Хақат, бұның алдында мынандай қызық болды. Негізі кезінде бір жігіттер біздерді ұсынған, екеумізді де. Қыдырәлі Қарақат деп, қалай алмай жүрсіздер осы уақытқа дейін, бір 10 шақты жыл бұрын ғой деймін. Содан ұсынылды, уақыт өтті, бір күні звондайды министерстводан. Осындай біздерге документтеріміз өткізілді. Енді өтетін бір үйден 2 адам алуға болмайды дейді да. Бір жылда бір адам еңбек сіңу керек деп тұр ғой енді оларда. Қалай бір үйден 2 адам алуға болмайды деймін да. Біз екеуміз де өнер адамыз, екеуміз де бірге келе жатырмыз. Болмайды дейді енді үшін. Әркімнің өз тыңдарманы бар, өз жанкүйері бар. Сосын бірден сұрақ, қайсыңыз аласыз дейді да. Таңдау беріп тұр дейсіз. Мысалға, иә? Енді ол жерде енді қалай бір басында бір мүңке жүрегіңде тағы бір намыс тағы бірдеңе болатын болса, сен маған бер деп айтпайсың ғой. Оның үстіне жарқырап, жас кезінде Қарақат алса жарасын демес пе дедім. Қарақат дедім. Содан ол алды Қарақат. Бұның алғаны не, менің алғаны не, екеуміз шүкір, тәуба. Жақсы. Дедік та, соны ары қарай күтіп жүре бердім. Егер де мен осы заслуженныйды тағы басқаны алғым келген болса, егер мен мақсат қойған болсам, мен әрине баяғыда алар едім. Жақсы. Қымбатты көрермен. Сұрап алған немесе біреумен келісіп алған дүниеде жүрегіңе қуаныш бере алмайды да ол. Бұл жақсы принцип шығармашылық адам үшін. Қазір шағын жарнамаға бөлінейік, сосын жалғастырайық әңгімені, иә? Әрине. Аспан мен жер екеумізге жаралғандай қарашы неткен әдемі мәңгілікке мәңгі бірге болсақ қудай жүзейік біз айдын көлде. Бәрекелді құрметті көрермен, ардақты ағайын, мінекей біздің студиямызда періште жүр, бөпеміз жүр, тамаша көңіл күй бізде. Шүкір дейміз бұндай күнімізге. Жақсы адамдарым демек, жақсы адамдар жиналып отырмыз бұл жерде. Енді жаңа Қыдырәлімізде өзіңіз айтып өттіңіз ғой, сөз барысында мына ұлттық музыка монетизацияға айналмайды, яки коммерциялық болмайды дедіңіз. Десе де осы салада жұмыс істеп келе жатқаныңызға бірнеше жыл болды. Сіздің ең басты мотивацияңыз не? Өйткені расында ұлттық музыкаға қарағанда жын жыпыр, әркім бір әйтеуір айта салатын, ыңырси салатын әндер танымал болып кетеді. Сондайда. Бұлай деп айтар едім. Аңырсима қалай болады? Жалпы шоу-бизнес деген ұғым, ол бизнес, яғни коммерция. Бұл жерге идеология, ұлттық нәрсе, тағы бірдеңе ештеңе қаралмайды бұл жерде. Бұл жерде құлағыңның жарсы кесіп тастайсың ба, сырға тағып аласың ба, тыржалаң ашсың ба, бәрібір. Есектің артын суды ақша тап дейтін қағида примерно бұл жерде ше. Сондықтан неше түрлі дүниенің бәрі осы жерде тек қана коммерцияға байланысты айналады. Енді егерде дәстүрің бөлек қалып кетіп, осы конвейерге шоу-бизнес кіре алмай қалса,
ол не стадионға кіре алмайды, не радио, не телеканалдарға кіре алмай, өзімен өзі болады. Жыл сайын ол кішірейіп, мына масса басып құртып жібереді мысалға. Өзімізде де жетіген бір ғасыр жоғалған аспап мысалға. Оған кейін келерміз енді. Сондықтан қазақ енді өзінің тіліне, жүрегіне тағы да рух беріп, ұстап тұратын мынау екшекті домбырамыз оның күйлерінен айырылып қалатын болса болмайды да ол. Мотивация осы. Қазақ өзінің ұлттық негізінен айырылмасын деген дүние. Иә, содан кейін эксперимент. Жалпы күй деген дүние ол ешқашан хит бола алмайды. Жаңа өзің айтып отырған әндер, олардың сөздері бар, қысқа нұсқа, кішкентай ғана нотамен айтылып шығатын жағымды ғана дүниелерді. Олар өйткені коммерция. Олар тез жатталады, тез хит болады. Ал сен Адайды, мысалға, немесе Махамбетті хит қыла алмайсың, ол хит болады. Ол дәстүрден келген қаймағын бұзбай әкпеп, бірақ сыртының бәрін рокпен қаптап, шоу-бизнес қағиданы лайықтап, және коммерциализация национальных идей дейді менің ұстанымым. Яғни ұлттық дүниелерді коммерцияландыру былайша айтқанда. Ол дүниелер өзінің қаражатын өзі тауып, табалын шамасы болмаса, ол ары қарай дами алмайды. Жақсы. Ол өшіп қалады. Қарақатхан, сіз бір күн бұрын жазба қалдырдыңыз парақшаңызда. Мынау жақсы адамдардың деген ән енді өте сәтті шыққан ән. Қазір кез келген тойдың, кез келген жиынның үнемі шырқалатын әні, иә? Сол жақсы адамдарымды маңайыммен әдетте қоршаймын, сөйтіп жүрген кезде жақын тартқан адамы сатқындық жасап жатса деп. Енді ол кез келген адамның басында болатын жағдай ғой. Ол жерде бір елге жария салып айтатын нәрсе емес. Ол жерде өз парақшамда өзімнің пікірімді жаза отырып, адамдарға жалпы абай болайық, сақ болайық, аяғымызды анық басайық, кімдермен араласып жүрміз, осы мәселеде сараптап кішкене абай болайық деген ниетпен ғана жаздық. Оны бір бағдарламаға келіп, мен осындай бір басымыз бір проблемаға душар болды деп, оны сөзге тиек ететін мәселе емес. Жалпы адам танисыз ба? Бір адамдай танимын, бірақ Қыдекеңнің интуициясы әрине менен күштірек, көбіне үнемі айналамдағы дос болсын, таныс болсын, Қыдекеңнің батасын алып бір таныстырып аламда, Қыдекеңнің болжамы бағыты бойынша, әй осы адамнан аулақ жүрші десе, аулақ жүреміз, мынау жақсы адам десе, солай болып жатады әдетте. Жақсы, жаңа интуициясы деп қалдыңыз ғой енді. Сіздер қазақ сахнасында жүргендеріңізге ондаған жыл болды. Елдің, халықтың сүйікті өнерпазы. 30 жылдан асып барады. Ондаған жыл, енді бірнеше 10 жыл ғой. Мына жуырда Филипп Киркоров деген Ресейдегі әнші бізге келіп концерт берді. Бірақ мына концерттің кезінде бір оғашқылық жасаған екен, Алматыға деп жатыр. Қазір көрейікші. Сыйлап берген гүлмен біздің ботан. Мінекей қараңыздаршы. Сыйлап берген гүлімен көрерменді келіп бетінен ұрғылап жібереді. Гүлін лақтырып жібереді. Бұл сахнада жүрген адамдардың енді мәдениеті. Өзге ұлттың ол әрекетіне, оларға бәрі өзі жараса беретін сияқты ғой. Ешқандай бұларда біздің қазақты ерекшелендіретін сол иба, үлкенге құрмет, кішіге ізет, әр нәрсенің киесін ұғу, біздің түсінікпен салыстыруға келмейді ғой. Бұл кісілердің сахнадағы киім киісі, тұрысы, әңгімесі, мүлдем мәдениеті, көзқарастары бөлек қой. Сондықтан да бұл кісілерді таңғалмаймыз біз, не істесе де. Жалпы көрермен сыйламау ғой. Хайп, осының өзінен мүмкін ол кісі осылай бір елең еткізіп, шулатып жазсын, мені көбірек таратсын деген арқасында жүретін нәрсені де бір астарында сондай да ой жатуы мүмкін. Хайп қашан келді? Эстрадаға айтыңызшы, өнерге. Инстаграм әлеуметтік желі пайда болғаннан келді. Сол жерде енді оқырманын көбейту керек, өзін жария ету керек, көбірек тану үшін ол түсінді, әп-әдемі, тәртіпті, түп-түзу болып жүрсе, онша ешкімге қызық емес екенін, ол жаңағыдай атың шықпаса жер өртенің керін жасап, қолынан шамасы келсе, бір сондай оқаш қылып көрсету арқылы көзге ілінетін, сөзге ілінетін, сөйтті да сол нәрсеге көбірек басымдылық жасағаннан кейін біріне бірі қарап, ол көбейді, бірақ ол жақсылық емес деп ойлаймын. Оқырман жинау үшін, көрермен, статистикамды көтеру үшін осындай нәрселерге барып жатырым деудің өзі бір ақымақтық деп ойлаймын. Қарақатхан, сіздердің енді
өмірлеріңіздегі соңғы жаңалықтармен біз бөлісеміз деп айтқаннан кейін енді бүгін эксклюзив міне қыздарыңыз біздің эфирге шығып отыр. Сондай-ақ Бекболаттың таяуда жариялаған суретін көрдік, иә? Бәрі шулады, таяуда Қарақат пен Қыдырәлінің шаңырағында келін түседі екен деп. Оны маған ұқсатып қойыпты және. Иә. Енді осы орайда айтайын, Той сақ қашан, қойып отырсыз ғой, иә. Ол қазір енді мынау жарнаманың заманы ғой. Мен үйленемін деген приложениеға жарнамаға түсуге Бекболатты таңдайды. Сол жерде, сол студияға қыздың рөлін ойнайтынға жаңағы қызымыз келеді. Сөйтіп сол жерде олар танысады. Ол қыз енді біршама жас үлкендігі де бар екен Бекболаттан. Демек айтқым келетіні ешқандай да бұл махаббат емес, жаңағыдай мән жайына көз жеткізбей білмей жатып, бірден бізден сұрағанда ешкім жоқ, Бекболаттан да сұрап жатқан ешкім жоқ. Өздері сөйтіп болжап таратып жіберген екен. Ұлым айтам ғой, мынау не нәрсе, мен бірдеңе жазайын ба балам десем, қайтесіз? Қаралым көтеріліп жатыр. Күніне мені бәленбай адам қарайтын болды. Бұрын соңды болмаған нәрселер болып жатыр дейді да. Көрдіңіз бе? Әлеуметтік желі осындай қаралымын үшін жаңағыдай. Олар да соны Болмановтың баласы деп жаңағыдай жасаған болса, көздеген мақсаттары онда орындалып, демек, жай жарнамалық түсірілмеді. Келіндеріңіз өнерден болып жатса, қарсылық танытасыздар ма? Әлде ол да сіздің бір үлкен жобаңызға айналады ма? Кімнің мамандығы қандай, ол басты емес негізі. Өзі қандай, ішкі дүниесі қандай, ана көрген тәрбиесі қандай, иманы қандай ең басты. Сол болса болды дейсіз. Әрине. Біз үнемі Бекболатымызға айтатынымыз, қызым шешесіне қарап қызын ал деген, қызға ғашық болып қызбен сөйлеспес бұрын, қай жақтың тумасы әргі бергі жағына танып, біліп, міндетті түрде анасын танып, содан кейін барып сезіміңді оятып, абайлап қарау керек қазір деген мәселені көбірек айтамыз. Жалпы ақылды ғой, көп нәрсеге құлақ асады, ақылдасады. Енді бір Алланың бұйырған бір маңдайында жазу бар ғой. Сіздердің отбасыларыңызда бала тәрбиесіне, мысалы, Қыдекеңде араласып жатады, киноға да апаруға уақыт табады, бүкіл жерге уақыт тауып жатады, жаңа бау-бақшада бірге жүреді. Балалармен қарым-қатынастарыңыз өте жақсы, иә? Бүгінгі заманда енді айтып жатады, ата-ана мен баланың арасында диалог үзілген шақта деп. Сіздер осы әдемі үйлесімді қалай жасап жүрсіздер? Рөлдеріңізді бөліп алдыңыздар ма? Мен балаларға осындай күні қараймын. Жоқ. Қыдекең өте балажан ғой негізі. Содан бастайған мен десем. Енді кішкентай кездерінен өзі екеуміздің де жанымыз солардың үстінде емес пе? Соларды ойлаймыз, соларды жақсы көреміз, апылып-қапылып жатамыз деген сияқты. Сондықтан да қолымыздан келгенше енді балаларымызбен жүрегімен жол тауып, сөйлесіп, жүрегінен орын алып алғымыз келеді да бірінші болып. Және сол жерге кәдімгі нақты ұя салып алғымыз келеді жүректерінен. Тәрбиенің ең бір дұрысы осы деп ойлаймын. Қорқытқаннан, үркіткеннен, ананы бүйткеннен, мынаны сөйткеннен. Мұндай тамаша тәрбие беру үшін сіздер енді бүгін бізге арнап келген әндегідей екі адам бір-біріне ғашық болса, бағын тапса, содан кейін одан тамаша отбасы шығатынына куәміз, көріп отырмыз. Балаларыңыз аман болсын дейміз. Енді жаңа алғаш әңгімені бастағанда айттық, бақ таптым сені жолықтырып деген жаңа әндеріңіз, соны елге, халыққа, өздеріңіздің, біздің көрерменге, тыңдарманға ұсынсаңыздар, дәл осы сахнаны, үлкен алаңды сіздерге қалдырайық. Айзада шөйлеріңізге қалдырамыз. Бұл енді бір билейтін ән. Жақсы. Сіздер қосылыңыздар десем ба? Жақсы көрейік. Ал. Екі шумақ әннің ішіне сыйған барлық Мінекей микрофоныңыз. сезімге адал болайық. Махаббат ескірмесін. Бақ таптым сені жолықтырып. Бұл әннің де тұсаукесер алғаш сіздің арнада дәл осы Мың бір түр бағдарламасында. Бәрекелді. Қабылыңыздар. Біз Нартай екеуміз билей алмаймыз дегенсің. Келе ғой, салайық, артықты бірге қарсы алайық. Тірліктен кейде шаршасақ та біз бір-бірімізден шаршамайық. Бір-бірімізді күнде сүйіп, сезімімізді күнде сүйіп
Сюжетті жердің барлығында біз жүрегімізбен сөйлесейік. Мақтаппын сені жолықтырып, жыланғандаймын толып тұрып. Махаббат мәңгі ескірмейді, жүре бер маған солықтырып. Мақтаппын сені жолықтырып, жыланғандаймын толып тұрып. Махаббат мәңгі ескірмейді, жүре бер маған солықтырып. Мақтаппын сені жолықтырып. Ешкіммен еш сәт жарыспадым, себебі сізбен ғарыштамын. Барлық сәттерде қасымда бол деп, арқа сүйейтін арыстаным. Сенімге сендік сай болайын, қараңғы сәтте ай болайын. Ерімде бәрге зел жеріп тұрған, ақ ниетіңмен айналайын. Мақтаппын сені жолықтырып, жыланғандаймын толып тұрып. Махаббат мәңгі ескірмейді, жүре бер маған солықтырып. Мақтаппын сені жолықтырып, жыланғандаймын толып тұрып. Махаббат мәңгі ескірмейді, жүре бер маған солықтырып. Мақтаппын сені жолықтырып. Мақтаппын сені жолықтырып, жыланғандаймын толып тұрып. Махаббат мәңгі ескірмейді, жүре бер маған солықтырып. Мақтаппын сені жолықтырып, жыланғандаймын толып тұрып. Махаббат мәңгі ескірмейді, жүре бер маған солықтырып. Мақтаппын сені жолықтырып. Мақтаппын сені жолықтырып.